Үшінші сабаққа қош келдіңіздер. Бұл бізде beginner деңгейі, және де бұл курс сіз үшін теп-тегін, және де алдымен арнаға тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып өтіңіз. Бұл құнды ақпарат теп-тегін болғандықтан да сізден сұралатын тек осы, оған біз қатты қуанар едік. Бұл курсқа кімдерге арналғандығын біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, оны өзіңіз оқып өтсеңіз болады. Ал біз бүгінгі сабақта articles, яғни ағылшын тіліндегі articles тақырыптарын, олардың қай жерде қалай болып қолданылатындарын барлығын бірге өтеміз. Барлығы өте сапалы болу үшін арнайы дәптер бастап, жүйелі түрде жазып жүріңіз. Сонымен қатар сабақты толық түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Ал енді біздің сабағымызға көшейік. Бізде алдымен артикльдер үш түрге бөлінеді. Біріншісі ол белгісіздік артиклі. Біз оған және де n артикльдерін жатқызамыз. Ал белгілі, яғни definite артикльге біз the артиклін жатқызамыз. Ал одан кейінгі бізге нулевой деп аталады. Яғни сөздің алдында ешқандай артикль болмаса, біз оны нулевой артикль деп атаймыз. Ал енді алдымен мына an деген қолдану жағдайларын бірге қарастырып өтейік. Ол қай кезде қалай қолданылады, барлығын бірге талқылайтын боламыз. Біріншісі an дегеніміз ол кез келген заттың бірақ зат екендігін білдіреді. Яғни one деп белгілеп қояйық. Мысалға, егер де сіз an apple деп айтатын болсаңыз, яғни бір алма деп жай ғана көрсетсеңіз, ол алдында артикль оның бірден бірақ зат екендігін білдіреді. Егер де сіз бір алма деп айтқыңыз келсе, кейде оны an apple деп оның алдына өзінің артиклін сәйкестендіріп қоя салсаңыз да болады. Одан кейінгі ол кез келген любой кез келген затты айтып тұрған кезде, яғни сізге әйтеуір бір зат керек болатын болса, мысалы give me a pencil дейтін болсаңыз, сізге бір карандаш керек, бірақ та ол қандай қара бола ма, қызыл бола ма, маңызды емес. Әйтеуір сізге бір кез келген карандаш керек. Ол кезде сіз осы indefinite, яғни белгісіз, өзінің атайып тұрғандай белгісіз артикльді қолданасыз. Сізге ол қандай екендігі аса маңызды емес. Және де бұл тағы да тек қана жекеше зат есімдермен қолданылады. Жаңа айтып өткендей, ол бір зат болғандықтан да ол әлбетте жекеше зат есім болып саналады. Одан кейін біздегі тағы қай жерде қолданылады, ол көбінесе лепті сөйлемдерде қолданылады. Лепті сөйлем. Яғни ол барлық лепті сөйлемдер емес, қазір мысал келтіріп өтетін боламын. Мысалға, біз кейде айтып жатамыз ғой, what a high building деген кезде, мысалы what a high building, what a high, мысалға осы қандай биік ғимарат деп айтамыз. Яғни оның осындай біз таң қалып айтқан кезде, біз ол жерде үнемі осы артикльді қолданады екенбіз. Одан кейінгі жағдайлардың қолдануы. Мысалы, біз кейде оны бірдеңе қайталанып жатқан кезде қолданамыз. Мысалға, біз оны периодтылық деп айтайық, периодтылық. Яғни периодтылық дегенімізде, мысалы, ол аптасына бір рет дейтін болсақ, once a week деп айтамыз ғой, once a week, аптасына бір рет болған кезде, біз қайтадан an-ді қолданып тұрмыз. Немесе twice a year, жылына 2 рет. Яғни бірдеңе белгілі бір уақыт сайын, белгілі бір период сайын қайталанып тұрған кезде, біз қайтадан осы артикльдерді қолданады екенбіз. Енді одан кейінгі алтыншысы бірдеңеге классификация бергенде, яғни оны класқа бөлу. Мысал кейде білеміз ғой, өсімдіктер барлығы осындай патшалыққа, кластарға бөлінеді деп айтып жатады. Бұл жерде де дәл сондай. Мысалы, егер де my father is an engineer деп айтатын болсақ, ол деген менің әкем инженер. Менің әкем қандай классқа кіреді? Менің әкем инженер деген классқа кіреді. Немесе my mom is a teacher болатын болса, ол менің анам мұғалім. Яғни менің мамам мұғалімдер деген классқа, сондай топқа бөлінеді. Яғни біз оны топқа бөліп тұрмыз. Мысалға, мұнда мысал келтіріп кетейін. My mom is a teacher. Және де тағы да 7-шіге біз жатқыза аламыз.
бірінші затты бірінші рет айтқан кезде мысалы біз кейбір тексттерде көріп жатамыз. Бір жеріне мысалы it is a my book деп my book деген болмай тұр ғой, мысалға it is a book деп айтатын болса, ол жай ғана кітап, бір текстте айтып келе жатты да, бір кітапты айтты. Бірақ та келесіде қайтадан сол кітапты мегзейтін кезде, ол кезде деп айтпайды, ол кезде уже the деген артикльді қолданады. Неге? Себебі оның жаңа айтып кеткен кітапты көрсетіп қойды, ол сол кітапты айтып тұрған, яғни қандай затты айтып тұрғаны уже белгілі. Сондықтан да екінші рет айтқан кезде the-ні қолданамыз да, біріншіде үнемі a немесе and-ді қолданамыз. Және де сегізіншісі ол белгілі бір жұмысты айтқанда, жаңа классификацияны айтсақ, ол тек қана мұғалімдікке байланысты емес, мысалға ол қандай сусын, тағы да басқа заттардың класстарға бөліну көп қой. Және де job, яғни белгілі бір ол қандай жұмыста істеуді, немесе оның титулы, оның атағы, қандай атаққа ие, осының барлығында біз белгісіздік артикльдерін a мен and-ді қолданамыз. Енді біз оны грамматикалық тұрғысынан қалай қолданамыз, соны айтып өтейік. Біріншісі, біз uncountable nouns-тармен оны қолданбаймыз. Яғни uncountable nouns, мысалы саналмайтындармен, мысалға a water деп қолданалмаймыз. Ол өте үлкен қате, себебі біз бір су деген a water бір сумен тең. Біз оны бір тамшы су, екі тамшы су деп санап отырмаймыз. Яғни uncountable noun-мен белгісіздік and-дерді қолдану қате. Яғни немесе a sugar, қант деп жай ғана айта салу, ол дұрыс емес. Біз оны белгілі бір алдыңғы сабақта өткендей, ол мысалы стакан воды деген секілді оның мөлшерімен айтып қолдануымыз керек. Енді біз жалпы қашан a-ді, қашан and-ді қолданамыз. Бір зат есімді көріп тұрмыз. Мысалы book деген зат есім бар, біз оны қалай қолданамыз. Бұл жерде біз қараймыз. Бірінші, осы зат есімнің бірінші мына әрпі дауыссыз ғой, өздеріңіз білесіздер, қазақ тілінде қандай әріп дауысты, дауыссыз екені. Бұл жерде де дәл солай. Егер де бұл дауыссыз әріптен басталатын болса, онда оның алдында қарама қарсысын, яғни дауыстысын қоямыз. A book. Ал егер де мұнда мына әріп сөзде дауыстыдан басталып тұратын болса, онда оның қарама қарсы дауыссыздан бітетін, яғни n. Дауыссыздан бітіп тұр ғой, осыған байланысты. Ал үшіншісі, жаңа айтып өткенімдей, жекешелермен ғана қолданамыз. Яғни кітаптар, кітаптар, books деп айтқанымыз мынау қате жолы. Бұлай мүлде жасаушы болмаңыздар. Бұл үлкен қате. Енді мұнда одан кейінгі the article. Яғни бұл жерде артикль қай жерлерде қолданылады. Екінші рет белгілі бір затты айтқанда, мысалы hey, look, there is a dog outside. Қара, мұнда сыртта бір ит жүр екен. Бір ит. Мысалға біз бір ит жүр екен деп a dog. Жаңағы a-ді әйтеуір бір ит жүргенмен, әйтеуір бір a-мен теңестіріп алсақ болады. The dog is black. Көрдіңіздер ме? Әйтеуір бір ит жүр. Ол ит қара екен, яғни оның бір иттің далада жүрген айттық, бірақ одан кейін оның қара екен айтқанда, біз the артиклін қолданады екенбіз. Ал екіншісі, қай зат туралы айтылып жатқаны анық болғанда, мысалы open the window. Сіз open the window, мысалы бір бөлмеде отырсыз бір адаммен, екеуіңіз отырған кезде, сіз айттыңыз, терезені аш дедіңіз, бірақ енді сіз мыңдаған терезенің арасынан біреуін айтып тұрған жоқсыз ғой, сіз нақты білесіз қай терезе екенін. Сіздердің комнатада тұрған нақты белгілі бір терезе. Яғни оны қандай екені білініп тұрғандықтан да біз оған бірден the, яғни осындай жағдайларда қолданамыз. Одан кейінгісі әлемдегі жалғыз өзі единственный заттар. Мысалы жер, the earth, күн, the sun, I, the moon деген секілді жалғаса береді. Одан кейінгі musical instruments, яғни музыкалық аспаптар. Кез келген the домбыра, the piano, кез келген the violin, скрипка барлығын айтқан кезде үнемі алдына the артиклін қолданып жүреміз. Одан кейінгі ұлттар. Мысалы егерде the English, the Chinese, the Japanese, the French деп айтатын болсаңыз, онда үнемі алдында the жүреді, бірақ мысалы Italians немесе Germans деп айтқан кезде
яғни осындай s болған қолданылып кеткен кезде онда ешқандай the қоспаймыз, өзін ғана айтамыз. Керісінше бұл жерде the-ні қосу қателік болып кетеді. Одан кейінгі бізде superlative. Бұл жерде сабақтан қазақ тілінен білетіндеріңіз бойынша күшейтпелі шырай деген бар. Бұны алдыңғы сабақтарда өтетін боламыз. Сол кезде қалай қолданылатынын түсіндіріп кетемін. Осындай кезде де қолданылып жүретін жай біліп кету үшін жазып қойдым. Одан кейінгі бізде families, яғни белгілі бір отбасылар. Мысалы, the Obamas, the Jacksons, немесе өзіңіздің бір отбасы, яғни Обамалар отбасылары, Джексон отбасылары деген кезде the Obamas деген секілді қосып отырамыз. Яғни мысалға мұнда орын болса жазып кетейін. Мысалы the Obamas. Осылай деген секілді отбасының фамилияның атына the-ні қосып жібереміз, және де арасында s болады. Одан кейінгі бізде порядок, яғни белгілі бір реттілік болған кезде, мысалы the first, the second, яғни бірінші, екінші дегенде үнемі алдына the қосылып жүреді. Мысалы the first. Осындай ережелері бар. Енді бұны дыбысталу қалай? Сіз болашақта егер де еркін native speaker, яғни тура американдағы адамдар секілді егер де сөйлегіңіз келетін болса, онда бірден дыбысталуды айтуды дұрыстай беру керек. Мысалға, біз барлығында ойлаймыз ғой, the деп айта береміз деп, бірақ та олай емес. Егер де сіздің сөзіңіздің алдында дауыссыз әріп тұратын болса, онда сол кезде ғана the cat болып оқылады. Ал егер де белгілі бір заттың алдында сол сөзіңіздің алдындағы бірінші әріпі ол дауысты болатын болса, онда ол кезде the болып оқылады. Яғни мұнда the cat болса, мына жақта the orange. Осылай сіз өте табиғи түрде дауысыңызды, сөздеріңізді дұрыстай аласыз. Енді ең соңғысы қалды, ол zero, нулевой. Біз қашан ешқандай артикльдер қолданбаймыз. Біз спорт ойындарын айтқан кезде және хоббиді айтқан кезде ешқандай нәрсе қолданбаймыз. Мысалы, play football. Футбол ойнау дегенде ешқандай да бізге артикль керек жоқ. Келесісі proper nouns. Жалқы есімдер, жалпы есімдерді білуші едік қой. Жалқы есімдер өзен, көл, мысалға Қазақстан деген кезде біз ешқандай да нәрсені қолданбаймыз. Және де адам атын айтқан кезде, мысалға айталық, Арман деген адам аты бар десек, онда ешқандай да оған артикль керек жоқ. Ол себебі жалқы есім. Одан кейін, мысалы, in summer seasons деген, яғни жыл мезгілдері, in winter, осылай жалғаса береді. Және де біз тура солай оған қоса аламын. Тағы да айларды қоссақ болады. Айларда да ештеңе қолданылмайды. Сонымен қатар күндерде де, яғни апта күндерінде де in Tuesday, in July болып қолданыла береді. Одан кейінгі plural verbs. Ол жерде барлығы түсінікті. Мысалы, books деген кезде біз ешқандай да оның алдында артикль қолданбаймыз. Және де abstract nouns. Abstract nouns дейміз, ол дерексіз зат есімдер, яғни ол ұсталмайды, қолмен көрінбейді. Мысалы, музыка, махаббат, мейірімділік деген барлығына ешқандай артикльдер қолданбаймыз. Яғни мысалы love, мысалы music, оларды қолданбайды, көрінбейді. Сол секілді нәрселерге ешқандай да біз артикль қолданбаймыз. Және де бай сөйлемдер. Мысалы, бай деген, яғни байбас деген секілді. Мысалы, автобуспен келе жатырмын. Осындай кездерде де ештеңе қолданылмайды. Және де обращение деген, яғни егер де тек қана қазақша жазып жатсаңыз, онда қаратпа сөздер деп айтсақ та болады. Біреуге қаратып, мысалы, Министр Браун немесе оның осындай фамилиясымен бірге аталған кезде Браун деген министр деген секілді. Осындай кездерде мүлде қолданылмайды. Сонымен қатар, тағы да айтқым келіп тұр. Сонымен қатар осындай тұрақты тіркестер бар. Zero артикль ешқандай артикль қолданылмайтын кездер. Мысалға, үйде, жұмыста дегенде ешқандай артикль қолданылмайды. Егер де бұларды білмесеңіздер, өздеріңіздің сөздік қорларыңызды көбейте беріңіздер. Түнде, таңда, тал түсте, тура түнде, ол кезде де ешқандай артикль қолданылмайды. Және де have dinner, яғни
кешкі ас ішу, түскі ас, таңғы ас ішу дегенде де ештеңе қолданылмайды. Және де ақша жасау, кофе жасау, шай демдеу, бұл жерде де ештеңе қолданылмайды. Және де жұмысқа бару, мектепке бару дегендерде де еш нәрсе қолданылмайды. Содан кейін және ең соңына сіз соңына дейін көргендіктен де сізге көп адамдардың басы қатып жүретін өте жақсы тақырыппен бонуспен бөліскім келіп тұр. Бұл жерде мынадай нәрсе бар. Мысалға, сіз adjective дегеніміз ол сын есім деген сөз. Егер де сын есіміңіз мысалға дауыстыдан басталып, мына жақта дауысы болса, қайсын қараймын, мынаның бірінші әрпіне қараймын ба, мынаның бірінші әрпіне қараймын ба деп бас қатырмайсыз. Әлбетте үнемі сын есімнің бірінші әрпіне қарайсыз. Егер де даже тіпті мына film деген ол негізі film болу керек еді, егер де сын есім болмаса, бірақ та сын есім болғандықтан ол an interesting filmге ауысып кетті. Міне осындай құпия бар. Және де тақырыпты бекітіп, жақсы одан әрі түсіну үшін, есіңізде сақталу үшін описаниедегі сілтемедегі тапсырманы орындаңыз. Және де егер де тегін сабақтарды жалғасқанын қаласаңыз, біздің ОНТС арнамызға тіркеліп, өзіңіздің пікіріңізді жазып, осындай тегін курстардың бар екенін басқалармен де бөлісіп қойыңыз. Ал егер де бүгінгі сабағымыз ұнаса, өзіңіздің лайкыңызды да басыңыз. Бізде тағы да алдыңғы сабақтарда Intermediate, Upper Intermediate және Advanced курстарының деңгейлері бойынша тегін курстарымыз тағы да жалғасатын болады. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Және де соңына дейін көргеніңіз үшін сізді мақтағым келеді. Келесі жүздескенше.